Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен сіздермен сиқырлы қаламдар әдісімен бөліскім келіп отыр. Бұл әдісті кез келген сабақта қолдануға болады. Өздеріңіздің шеберліктеріңізге қарай, сабақты қайталау кезде, жаңа тақырыпты бекіту кезінде, болмаса ойын сабақ түрінде қолдансаңыздар да болады. Мен бұл әдісті қазақ тілі пәнінен септіктерді қорытындылаған кезде пайдаландым. Оқушы кез келген санды таңдайды, сол сандағы берілген сұраққа байланысты, яғни ілік септіктің мына жерде қаламдардың арасынан жауап беретін сұрағын, одан кейін барып, ілік септігінің өзінің жалғауын апарып салады. Оқушы келесі санды таңдайды, барыс септік. Мына жердегі қаламдардан барыс септіктің сұрағын тауып салады және де оған тиісті жалғауын әкеліп салады. Ойын осылай ары қарай жалғаса береді.